Елімізде мемлекеттік сатып алу заңнамасының жобасы қызу талқыланып жатыр. Қаржы министрлігі осыған орай Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау және Маңғыстау облыстарында семинарлар ұйымдастырды. Талқылауға ұсынылған заң жобасындағы басты міндет мемлекеттік сатып алудың орталықтандырылған бірыңғай жүйесін құру. Бұл республикалық деңгейде алынатын IT өнімдері, автокөліктер, ал облыс бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары, жобалық сметалық құжаттарды жасақтауға мүмкіндік береді. Әсіресе қаржы саласындағы ашықтықты қамтамасыз ету, адами факторды азайту, тауарларды бір жерден сатып алуға тосқауыл қою, тендерге қатысуға ниет білдірген кәсіпкерлерге қойылатын талаптарды жеңілдетуге сеп болады дейді жауапты министрлік өкілдері. Мемлекеттік сатып алу саласында жемқорлыққа өте бейім сала болып табылады. Сондықтан біз қазіргі ең бірінші оған күрес үшін ең басты ол ашықтық беру, бәрі ашық, бәріне көрінетіндей болып істеу. И бізде қазіргі уақытта ең үлкен проблема осы. Ол бізде бір көзден сатып алу деген бізде тәсіл бар, соны азайту. Себебі қазіргі уақытта талаптар өте көп, сол талаптарға сай болмайды. Сол талаптарды біз қазір упрощение жасатып баршымыз.